Қазақстандық кәсіпкер Қайрат Құдайбергенов Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің жұмысына көңілі толмайды, елдің намысын қорғауды білмейді деп налыды. Кәсіпкер атышулы Бораттың әрекетіне байланысты шара қолданбаған министрлікке шүйлікті. Сорлысың сен, Саша Барон Коэн. Ал біздің сыртқы істер министрлігі жоғары лауазымды шенеуніктерді күтіп алудан басқаны білмейтін түкке тұрғысыз ұйым. Қолдарыңнан боқта келмейді. Сыртқы істер министрлігі. Не сотқа бере алмайсыңдар, не көк байрағымыздың намысын қорғай алмайсыңдар. Желіде Саша Барон Коэн мынаны белгілеп ағылшын тілінде айтқыларыңыз келгеннің бәрін жазыңдар, деп жазды алматылық кәсіпкер Қайрат Құдайберген желіде. Одан өзге тележүргізуші Дина Төлепберген мен Мұхамеджан Тазабеков ойын білдіре кетті. Олар Қазақстан үкіметі Бораттың соңғы әрекетінен соң қандай да бір шара қолданады деген сенімде. Мынау енді шектен шығу. Ұлттық символды қорлау. Аустралияда Бораттың тас мүсіні орнатылып, оны қолдаушылардың флешмобы өтті. Би билеген еркектерді шаруам жоқ, бірақ туымызды ұстауға олардың құқы жоқ. Лондонда Бораттың үрленген қуыршағының жанында да жалауымыз желбіреп тұрды. Сыртқы істер министрлігінің шара қолдануын талап етемін, деп жазды Дина Төлепберген. Бірі-бірін шұқылап жағаласып жүрген жұртта айбын бола ма? Туыңды қорлап, тұнығыңды лайлап жатыр. Ресми орындар, құзырлы мекемелер шара қолданып, қайран жасайды деп ойлаймын. Елдігіміз кетіп, еңсеміз түспесе екен, деп жазды Мұхамеджан Тазабеков.